Кітап басқа әлемге апарылатын сиқырлы есік. Себебі айтары бар кітаптың әрбір парағы оқырман сол оқиғаның түпсіз тереңіне тартып әкететін тылсым күшке ие. Қайырлы күн баршаңызға, мен атым Леспек Ару. Мен жаңа ғасыр 75-ші гимназияның 10-шы Б сыныбы оқушысымын. Мені өзінің тереңіне тарта білген сондай шығарманың бірі Ілия Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасы. Фильмін көргеннен кейін осы шығарманы кітаптан оқимын деп шешкен едім. Бірақ кітаптан алған әсер мен ондағы оқиғалар, ақан мен құлагердің арасындағы жақындық, құлагердің қайғылы өлімі маған қатты әсер етті. Адам мен жануардың соншалықты жақындығы, аты өлгенде ақан серінің жақын адамы өмірден өткенде қайғыруы жүрегіме қатты ауыр тиді. Одан бөлек ақынның туған жер мен үлкен асты бейнеленген бөлімдерінде, сол жерде өзім жүргендей оқиғаларды баяндағанда өмірде көрмеген адамдардың біріне тамсанып, ал бірін жек көріп кеттім. Бірде жүзіме күлкі келсе, бірде денем мұздап, сан түрлі күйге түстім. Бұл да болса ақынның шеберлігі мен қара өлеңнің құдіретінен шығар. Менің атым Ақан. Бурабайдан келген әншімін. Баймын деп мақтан алмаймын. Бірақ қажет болса астымдағы атыма затымда сай екендігін дәлелдеп, өнер көрсетуге бармын. Шығармадағы оқиғаларды оқып отырып, фильмнің эпизодтары көз алдыма келді. Адамдардың арасындағы араздық, көре алмаушылық пен опасыз тірліктеріне жаным ауырып, жазықсыз жануардың өліміне жүрегім сыздады. Қорыта айтсам, бұл шығарма туралы әсерімді жай ғана сөзбен, бір ғана видео арқылы жеткізу мүмкін емес. Сондықтан қазақ әдебиетінің құлагері атанған ақынның құлагерін сіз де бір оқып көріңіз деп айтар едім.